Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Жазамыз. Мына жерге learning apps деп жазамыз. Қараңыздар. Переключить камеру. Міне тақтаға мына жерге learning apps деп жазамыз. Learning apps деп мен learning apps қатырып кетіп қойғанмын. Өткендегі мына жерде менің аты жөнім барлығы жазылып тұр. Енді ары қаратай новые упражнения дегенді басамыз. Мына жерге қараңыздар. Новые упражнения дегенді басып, біз бірінші сабақта бірінші тапсырманы орындағанбыз, екінші тапсырманы орындағанбыз, үшінші сабақты орындағанбыз. Енді бүгін біз төртінші сабақты орындаймыз. Яғни простой порядок деген әдісті бүгін осы learning apps-ның ішіндегі орындаймыз. Бұл жердегі әдіс қандай екен? Мысалы қараңыз, расположите из стихотворения правильной последственности дейді. Енді осы қатеге қалса ренжімеңіздер. Енді жаңағы қайсысы дұрыс тақпақтың ретімен қойып шығу деп тұр. Мысалға міне сөздер ретімен қойып шығамыз. Мысалға иә, мына жерде тексереміз, олар барлығы қате екен. Сол сияқты ары қаратай. Осы сияқты қайсысы дұрыс, мысалы жасырын белгіленеді. Осы ойынды қазір құрастырамыз, осындай ойын. Екіншіде мына жерде не дейді? Бірінші не істейді, екінші не істейді, үшінші не істейді, төртінші. Яғни мына жерде мой рассказ дейді. Ертегілер кейіпкерлері болса, соған жаңағы ертегілер кейіпкерлерін ретімен қойып шығады мысалға. Мына жерде былай шығар мүмкін. Жоқ, дұрыс емес екен. Мына екеуі ауысады міне. Ал енді прекрасно дейді, мысалы ертегілер. Несін бірінші тамақ жасады, анасымен пирог жасады, одан кейін пирог пісіріп әкесін шақырды деген сияқты ертегіні құрастырып жасауға болады. Қазір тура осы әдісті біз өзіміздің сабағымызға пайдаланып көрейік. Енді бүгін біз қай пәннің мұғалімі болайық? Қараңыздар, лайк басып отырыңыздар. Яғни қазір біз порядок деп жазамыз. Мына жерге ChatGPT-дің көмегі керек. Порядок, learn apps әдісі бойынша қай пәннен алайық? Мысалға география деп жазайық. География. Міне. Порядок әдісі немесе реттілік деп атаймыз. Яғни қараңыз, материктердің ең үлкеннен кішісіне қарай орналастыр дейді. Қарап тұрсыздар ма? Сонда осы қасаң. Бірінші Евразия қойылған, екінші Африка, Солтүстік Америка, Оңтүстік Америка, Антарктида, Австралия дейді. Мұхиттар туралы болса, Тынық мұхиты, мұхиттардың ең үлкенінен ең кішісіне қарай реттеңіз дейді. Таулар десек те болады мысалға. Өзеннің көлдер болса, нелерді осы әдіс бойынша жасауға болады. Немесе литосфералық тақта, гидросфера деген сияқты. Я географиялық қабықтарды ретімен орналастыр деген тапсырманы алайық. Міне осыны көшіріп аламыз. Яғни бізге ChatGPT бірнеше әдістерді көрсетіп берді. Бір тапсырмаға мына жерге тапсырманың атын қоямыз. Яғни географиялық қабықтарды ретімен орналастыр. Тапсырма жердің сыртқы қабаттарын төменнен жоғары қарай орналастырыңыз дейді. Мына жерге басамыз да. ChatGPT-ден тапсырманы аламыз да, міне көшіріп алып копировать етіп мына жерге описание дегенге ставить етеміз. Енді қараңыздар, бұл жерде карточка дейді. Бірінші карточка, екінші карточка, үшінші, бізде қанша карточка? 4 карточка болу керек екен. 4 карточка. Енді кеше мен сіздерге сурет арқылы көрсеттім. Бүгін енді осылардың жаңағы суретін Gemini'ден табайық. Gemini'ге жазамыз. Мына жерге Gemini'ге жазып лайк басып отырыңыз, лайк кіріп отырған адамдар болсаңыздар, лайк жасаңыздар күшті болады. Литосфера қабатына байланысты сурет жаса деп. Байланысты сурет жасаймыз. Міне, мына жерде кликін басамыз да, мына жерде лайк, мына жерде сурет жасау дегенді басамыз. Сурет жасау. Лайк басыңдар күшті болады дейді. Рахметіңізге. Сурет жасау. Енді міне литосфера қабатына байланысты сурет жасалып жатыр. Жібереміз. Енді келесі бізге гидросфераға екіншіге бәріне байланысты суреттерді береміз. Оны запросқа жаза берейік. Мынау шыққанша. Былай істейік, осы литосфера, гидросфера деген сөздерді аламыз да, неге Яндекстің өзінен көрейік. Не шығарып береді? Міне жазасам, ставить деп. Міне литосфера деп, литосфера қабатын көрсетеді бізге. Литосфера это верхняя каменная область, яғни жердің беткі қабаты ғой. Жердің ең сыртқы қабаты. Көрейік, не жазып тіпті атауын қоя берейік, тіпті болмаса. Міне атауын көшіріп аламыз, копировать етіп. Мына жерде А дегенге басамыз, қараңыздар. Мәтінді жазу үшін А дегенді басамыз. А деп басамыз да, ставить етеміз, литосфера. Екінші қабат бізде гидросфера. Үшінші қабат бізде биосфера. Төртінші қабат бізде атмосфера. Міне сөздерін алып қойып шығамыз. Литосфера, гидросфера, биосфера, атмосфера. Так, тамаша, сен дұрыс таптың деп жазамыз. Кері байланыс жазамыз. Кері байланысқа. Тамаша, сен дұрыс жауап бердің деп табайық. Енді скрит номер деген бар. Лайк басып отырыңыздар, лайк. Завершить показ предварительным просмотр дейміз. Міне мына жерде енді жаңа географиялық қабықтарды ретімен орналастыр деген тапсырма. Жердің сыртқы қабаттарын төменнен жоғары қарай нетіп шығады, ретімен қойып шығады. Бірінші мысалға литосфера, биосфера десек, гидросфера десек, атмосфера десек, міне тексереміз. Мына жерде дұрыс жауап белгілену керек. Міне қараңыз, қате болып қалған. Мына екеуін ауыстыру керекпіз. Балаларды өстіп реттеп, өз дұрыс жауаптарын ретімен. Тамаша, сен дұрыс жауап бердің деп жаздық. Осылай сохранить упражнение деп біздің жасаған жұмысымызға сақтап аламыз. Мына жерде QR-кодты алып, мысалға QR-кодты алып, міне жердегі балаларға QR-кодтан беруге болады. Міне төмен жақта QR-код тұр. Міне немесе мына сілтемені алып, сілтемені жіберуімізге болады. QR-кодқа мысалға сохранить изображение деп жазамыз. Бұл жерге біз изображениенің атын жазуымыз керек.
жаңағы неден географиялық қабық жасайық. Географиялық қабық деп сақтап аламыз. Сохранить изображение как. Мына жерде географиялық қабық деп сақтаймыз. Ставить етеміз. Сохранить. Міне QR код сақталды. Осы тапсырмаларды орындатуға болады. Енді қараңыздар, кеттік. Мына қараңыздар, тағы да бір не көрейін. Все упражнения деген жерде, мысалға, тілді бір язык дейді бассаңыздар, мына жерде. Другие язык дегенді бассаңыздар, мына жерде қазақ тілі, балғар, басқа тілдер бар. Қазақский язык деген басамыз, казахский язык деген. Міне дайын жасалған жұмыстар бар. Қараңыздар, мысалға, найти пародың ішінде 5-6 сабақ деп қойған. Мына жерде лежит жатыр деген сияқты. Сонда қайсысы дұрыс, мысалға, кетіп қалады. Бірінші сабақты өткізіп қойған найти парод деген сол әдіс бойынша. Бұл жерде бірақ жаңағы дұрыс жауаппенен нені жасаған кезде, сәйкестендірген кезде бұл жойылып кетеді. Дұрыс болса, қате болса мында қызарып тұрады. Сол сияқты, мысалы, тұр десек, вставай деген шығар. Вставай, менің, майо деген сияқты қайда. Осы сияқты бір-біріне сәйкестендіріп отырамыз. Отыратын тұрған екен. Одан кейін қайталау дейді, классификация. Бұл жаңа екінші сабақта. Бұл жерде мысалға мен биден ұн тарттым. Ұн тартып жатыр. Мына ғой деймін. Осыны апарамыз. Мен астықты өлшеймін. Өлшеп жатқан. Мен егін орамын, жинаймын дейді. Мен ұннан нан пісіремін. Мен тәтті тоқаш сатамын. Өлшеймін деген. Мен қырманда бидайды жинаймын. Мен тәтті тоқаш сатамын. Мен астық тасимын. Мен астықты өлшеймін. Осы шығар. Енді қарайық мысалы. Дұрыс емес, мына жерде қате. Тоқаш пісіремін, мен сатамын. Екеуі дұрыс болды. Тасимын, мен жинаймын. Міне, дұрыс болды. Ой, қате. Өлшеймін, мен тасимын. Міне, жарайсың, сен тапсырманы дұрыс орындадың. Здорово, ты верно выполнил задание деп келіп айтады сізбен. Сол сияқты сохранить мои упражнения деп сол тапсырма өзіңіздің қоймаңызда мои творениенің ішінде тұрады мына жерде. Енді тағы да все упражнения деп мысалға қайтадан келесі тапсырманы қоюға болады. Жүктеу, септіктерді қоюға болады, сетка. Предложение көкшетау деген мысалы, вывод текста дейді, текст қоюға. Аудио қоюға, мынау миллион күнге бұйырады, мынау не деген сияқты бұл әдістерді біз ақырын күннен күнге өткіземіз. Мысалы, айлар атауы классификация әдісі бойынша мен ай атау. Қазан қайсысына кетеді? Мысалы, қыркүйек деген сияқты. Яғни шілде деген сияқты қайсы айға келеді, мына жерде сәйкестендіріп отырады. Дұрыс жауап болса жасылмен, дұрыс емес болса жаңағы қызылмен тұрады екен.